Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Ұсынылып отырған бейнеролик 10-шы сыныптың 1-ші тоқсанындағы оқу процесін ұйымдастыруды және сабақтарды өткізу әдістерін қамтиды. 1-ші тоқсан келесі бөлімдерді қамтиды. Географиялық зерттеу әдістері, картография және геоинформатика, табиғатты пайдалану және геоэкология. Алғашқы екі бөлімнің оқу мақсаттары әмбебап оқу мақсаттары болып табылады. Себебі бұл бөлімдердің оқу мақсаттарын басқа бөлімдердің оқу мақсаттарын жүзеге асыру барысында кіріктіруге болады. Географиялық зерттеу әдістері атты бөлім географиялық ақпараттарды алу жолдары, яғни географияның зерттеу әдістерімен таныстырады. Бұл бөлім оқушылардың бойында зерттеу дағдыларының одан әрі шыңдалуын жүзеге асырады. Картография және геоинформатика бөлімі картамен жұмыс жасау дағдыларын дамытуды одан әрі жалғастырып, сонымен қатар геоинформатика негіздерін қалыптастырады. Ал табиғатты пайдалану және геоэкология бөлімі табиғатты пайдалануды экологиялық тұрғыда қарастырады. Географиялық зерттеу әдістері атты бөлім жалпы географиялық әдістер деген бөлімшеден тұрады. Бөлімнің тақырыптары мен оқу мақсаттары. Зерттеу әдістерінің түрлері. Зерттеу тақырыбына сәйкес географиялық мониторинг әдістерін қолдану. Зерттеу тақырыбына сәйкес салыстыру әдістерін қолдану. Зерттеу тақырыбына сәйкес сандық әдістерді қолдану. Зерттеу тақырыбына сәйкес географиялық сараптама әдістерін қолдану. Зерттеу тақырыбына сәйкес аудандастыру әдістерін қолданады. Бұл бізде жаратылыстану математикалық бағытының оқу мақсаттары. Ал қоғамдық гуманитариялық бағыттың тақырыптары мен оқу мақсаттары келесі. Зерттеу әдістерінің түрлері, бұл бізде тақырып және оқу мақсаттары. Зерттеу тақырыбына сәйкес салыстыру әдістерін қолдану. Зерттеу тақырыбына сәйкес сандық әдістерді қолдану. Зерттеу тақырыбына сәйкес аудандастыру әдістерін қолдану. Географиялық зерттеу әдістері атты бөлімнің оқу мақсаттарында маңызды географиялық зерттеу әдістері қарастырылады. Оның ішінде мониторинг әдісі, салыстыру әдісі, сандық әдіс, сараптама әдісі, аудандастыру әдістері. Зерттеу әдістерін жеке қарастырып шығайық. Ғылым мен технологиялардың дамуы табиғи нысандар мен құбылыстардың жай-күйі туралы ақпарат жинаудың ерекше жүйесінің мониторинг деп аталатын әдістің пайда болуын ынталандырды. Салыстыру әдісі. Жіктеу мақсатында екі және одан да көп нысандарды салыстыру әдісі олардың ортақшылығын және ерекшелігін анықтау. Сандық әдіс. Сандық әдіс географиялық объектілер мен құбылыстардың сандық параметрлер туралы түсінік береді. Өлшенген көрсеткіштерді математикалық өңдеу нәтижесінде кесте түрінде сандық сипаттамалар алынады. Ол бойынша графиктер, диаграммалар жасауға болады. Сараптама әдісі. Сараптама әдісі күрделі жүйелердің дамуын жоспарлау, болжау, ақпараттың саны мен сапасын анықтау, тиісті шешімдер қабылдау, адамның өмір сүру сапасын жақсартудың баламалы шешімдерін бағалау және таңдау. Аудандастыру әдісі. Аудандастыру әдісі географиялық ғылымдарда кеңінен қолданылатын аумақтық жүйелерді реттеу және жүйелендірудің әмбебап әдісі. Зерттеу әдістерінің түрлері тақырыбын қарастырып көрейік. Оқу мақсаты. Зерттеу тақырыбына сәйкес географиялық мониторинг әдістерін қолдану. Бұл оқу мақсатын жүзеге асыруды оқушыларға алдымен мониторинг әдісін түсіндіруден бастау керек. Мониторинг әдісі эмпирикалық және теориялық білімдерді біріктіреді. Мониторинг әдісін жүргізу жолдары.
Зерттелетін нысан және оның аумағы, шекараларын анықтау. Зерттелетін уақыт аралығын анықтау. Ол қысқа мерзім аралығы болуы мүмкін, немесе ұзақ мерзім аралығы болуы мүмкін. Табиғи және антропогендік өзгерістерді анықтау. Алынған ақпараттарды деректер базасына енгізу, өңдеу және сақтау. Өңделген ақпараттардың негізінде табиғи үдерістер мен құбылыстардың жүруі туралы қорытынды шығару. Мысалы, жазбалар, карта сызба, графиктер. Аталған оқу мақсатын жүзеге асыру барысында келесі сипаттағы тапсырмаларды ұсынуға болады. Гисметео сайтының ақпараттарын қолдана отырып, Нұр-Сұлтан қаласының ауа температурасының 2010-2018 жылдар аралығында қалай өзгергенін зерттеу. Оқушылар Нұр-Сұлтан қаласының ауа температурасының соңғы 8 жыл аралығында қалай өзгергенін зерттеп, мониторинг жүргізеді. Өзгерістің себеп салдарын түсіндіреді. Қазіргі заманға өзгерістермен байланыстыра отырып, түсіндірулері қажет. Зерттеу нәтижелерін ұсыну. Нұр-Сұлтан қаласының 2010-2018 жылдар аралығындағы орташа жылдық температураларын бейнелейтін графиктер. Бұл жерде жұмыс барысын жеделдету мақсатында жылдар бойынша орташа жылдық температураларды анықтауды жұптарға бөліп беруге болады, немесе алдын ала оқушыларға үйден есептеп келуге тапсыруға болады. Сонымен қатар зерттеу нәтижелерін ұсыну. Нұр-Сұлтан қаласының 2010-2018 жылдар аралығында орташа температурасының өзгерісі туралы қорытынды жасау. Бірінші тоқсанда қарастырылатын келесі бөлім картография және геоинформатика деп аталады. Бұл бөлімнің тақырыптары мен оқу мақсаттары жаратылыстану математикалық бағытта да, қоғамдық гуманитарлық бағытта да бірдей болып келеді. Бұл бөлімнің тақырыптары заманауи картографиялық әдістер, географиялық деректер базасы, географиялық деректерді визуализациялау деген тақырыптарды қамтиды. Және осы тақырыптарға сәйкес оқу мақсаттары. Тақырыпқа сәйкес картографиялық зерттеулер әдістерін қолдану. Microsoft Excel бағдарламасының қолданысымен тақырыпқа сәйкес географиялық деректер базасын құрастыру. Статистикалық деректерді талдау нәтижелері бойынша картограммалар мен картадиаграммаларды жасау. АКТ графикалық редакторларының қолданысымен тақырыптық карта сызбаларды жасау. АКТ графикалық редакторларының қолданысымен тақырыптық карта сызбаларды жасау атты оқу мақсатын жүзеге асыруды оқушыларды қазіргі заманғы графикалық редакторлармен таныстырудан және тақырыптық карта сызба ұғымын түсіндіруден бастаған дұрыс. Графикалық редакторлар. Бұл компьютерде сандық суреттерді жасауға, өңдеуге мүмкіндік беретін бағдарламалар. Графикалық редакторлардың типтері ақылы және ақысыз. Ақысыз графикалық редакторларға Paint жатқызуға болады. Тақырыптық карта сызбалар. Карта сызба түсінікті тәсілмен кез келген күрделі географиялық деректерді карта арқылы ұсынады. Тақырыптық карта сызбалар түрлі тақырыптарда жасалуы мүмкін. Мысалы, саяхатшылардың жүрген бағыттарын карта сызба түрінде беруге болады, туристік бағыттарды, дүние жүзіндегі халықтардың миграциясының бағыттарында карта сызбалар арқылы беру өте ыңғайлы. Дүние жүзіндегі тауарлардың экспорт және импорт бағыттары және тағы да басқа тақырыптарда болуы мүмкін. Карта сызбаның мысалдары. Еуроодақ газ экспорты мен импорты, мұнай экспортының бағыттары, дүние жүзінде халық миграциясының басты бағыттары және басқа да тақырыптарда болуы мүмкін. Аталған оқу мақсатын жүзеге асыру барысында зерттеу тақырыбын мұғалім анықтайды. Мысалы, келесі сипаттағы тапсырмаларды ұсынуға болады.
Тапсырма. Инфографиканы қолдана отырып, Қазақстанның 2018 жылғы эмиграция бағыттары бойынша карта сызба әзірле. Оқушылар өздеріне қолайлы графикалық редакторлардың бірінде тақырыптық карта сызба әзірлейді. Тіпті PowerPoint бағдарламасының көмегімен де карта сызба әзірлеуге болады екен. Осы жерде оқушылардың назарын ұқыптылыққа, шартты белгілердің болуына, карта сызбаның безендірілуіне және оның мазмұнына аудару керек. Бірінші тоқсанда қарастырылатын тағы бір бөлім табиғатты пайдалану және геоэкология. Бөлімнің тақырыптары мен оқу мақсаттарына назар аударайық. Жаратылыстану математикалық бағытындағы тақырыптар келесі: табиғатты пайдалану түрлері, табиғатты пайдалану түрлерінің қоршаған ортаға әсерін бағалау, табиғатты тиімді пайдаланудың қағидаттары, экологиялық таза өндірістерді жобалау. Және осы тақырыптарға сәйкес оқу мақсаттары: табиғатты пайдаланудың қажеттілігін түсіндіріп, түрлерін анықтау, графикалық түрде ұсыну. Табиғатты пайдалану түрлерінің қоршаған ортаға тигізетін әсерін анықтап, баға беру. Табиғатты пайдалану түрлерінің қоршаған ортаға тигізетін кері әсерін азайтудың жолдарын ұсыну. Тиімді табиғатты пайдаланудың қағидаттарын анықтау. Табиғатты пайдалану түрлерінің тиімділігін арттыру жөнінде ұсыныстар әзірлеу. Экологиялық таза өндірістік жобаларды ұсыну. Ал қоғамдық гуманитарлық бағытта тақырыптардың саны аздау, оқу мақсаттарының саны да аздау болып келеді. Табиғатты пайдалану түрлері, табиғатты пайдалану түрлерінің қоршаған ортаға әсерін бағалау, табиғатты тиімді пайдаланудың қағидаттары. Және осы тақырыптарға сәйкес оқу мақсаттары: табиғатты пайдаланудың қажеттіліктерін түсіндіріп, түрлерін анықтау, графикалық түрде ұсыну. Табиғатты пайдалану түрлерінің қоршаған ортаға тигізетін әсерін анықтап, баға беру. Табиғатты пайдалану түрлерінің қоршаған ортаға тигізетін кері әсерін азайтудың жолдарын ұсыну. Тиімді табиғатты пайдаланудың қағидаттарын анықтау. Бірінші тоқсанда қарастырылатын бұл бөлімнің келесі оқу мақсатына назар аударайық. Экологиялық таза өндірістік жобаларды ұсыну. Аталған оқу мақсатын жүзеге асыруды оқушыларды қазіргі заманғы графикалық редакторлардан таныстырудан және тақырыптық карта сызба ұғымын түсіндіруден бастаған жөн. Бұл оқу мақсаты оқушылардың ғылыми зерттеушілік, шығармашылық немесе практикалық сипаттағы проблемаларды шешу жөніндегі нәтижелерге қол жеткізу үшін бағытталған. Оқушыларға жергілікті аймақтық компоненттің негізінде жоба жасауды ұсыныңыз. Оқушыларды топтарға біріктіріп, жобалардың тақырыбын беріңіз. Қажет жағдайда оқушыларға таңдауға, өздері шешім қабылдауға мүмкіндік беріңіз. Аталған оқу мақсатын жүзеге асыру алдын ала дайындықты талап етеді. Топтарға жоба жасауды алдын ала ұсынған жөн, ал сабақ барысында топтар дайын жобаларын қорғап шыққандары абзал. Жобаны жасаудың алгоритмін ұсынуға болады. Топ жұмыстарын бағалаудың критерийлерін оқушылармен бірлесе әзірлеуге болады. Назарларыңызға рахмет.